Таудың етегінде орналасқан бұл ауылдың табиғаты көз тартар сұлу еді. Осынау бір ауылда еркін мен гүлім атты ел сүйсіне жүретін, тамсанып айтатын тату отбасы болатын. Махаббаттары сөнбеген, сыйластықтары артып тұратын ерлі-зайыптыға ауылдан қызықпаған адам қалмады. Еркін мен гүлімнің екі ұл, екі қыздары болды. Дәурен, Мәлік және Гүлсім. Ал сүт кенже еркесі Ару 3 жаста ғана. Елдің көзі тиді ме, әлде тағдыр жазуы сол ма екен? Мүмкін Алланың қалауы болар. Еркін мен Гүлсім достарының тойынан келе жатып, қарсы беттегі ауыр жүк көлігімен соғысып, сол жерде жан тәсілім етті. Құрметті оқырман, әңгімені жалғамай тұрып, арнама жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бұл қазаға бүкіл ауыл қайғырды. Тіпті қара аспанда аза тұтқандай түнеріп бір жеті жаңбыр тоқтамастан жауды. Бәлкім тұл жетім қалған 4 балапанның көз жастары шығар. Үлкені Дәурен 17-ге енді ғана толған. Екінші ұлдары Мәлік 15 жаста. Онан кейінгі қызы Гүлсім 13 жаста. Ең еркесі кішісі небәрі 3 жаста ғана. Биылғы қара көз әсем ауылдың табиғатын бірден солғырттандырып, сұлулығын қоса тартып алғандай. Еркіннің жалғыз інісі бар етін. Әкеден тек екеуі ғана. Гүлімнің бір әпкесі, бір інісі бар. 4 жетімнің жылаған даусынан бәрінің жүрегі ауырды. Ешкім шыдап естіп тұра алмады. Папа, мама деп жылаған бейкүнә балалардың тағдыры енді не болады? Ауыл тұрғындары алды үлкен мейлі ғой, бірақ әке-шешесіз қалу кімге оңай болады? Сонда да ең кішісі Аруға обал болды деп соны аяп жатты. Ол әлі тым кішкентай ғой. Еркін мен Гүлімнің бауырлары жиналды. Тума-туыс бүкіл ауыл болып бүгін жаназа шығарылады. Құдды бір аспан сөгілгендей, жауын басылар емес. Уақыт та келді. Үлкендері бәрін түсінді ғой. Кішкентай Ару әлі бала емес пе? Топырлаған адамдардан әкесі мен анасын іздеп әлек. 3 жас деген не ол? Бірін түсінсе, бірін түсінбейді. Бірақ жаным-ау, шырқырап жылаған аға әпкелерін көріп, бұл да қосыла жылап тұр. Соңғы рет қанаты қатып үлгермеген қос қанаттары сынған балапандар міне соңғы мәрте қоштасу үстінде. Олардың зарлы, Құдайға өкпелі түрде жылаған дауыстары. Неге, Аллам-ау, қос қанатымды бірден қидың деп егілген Дәурен бауырларын құшағына қысып жылай берді. Келместің кемесіне мініп кете барған әкелері мен анасын Дәурен мен Мәлік үлкендермен бірге жер қойнына тапсырып келді. Ару шаршап ұйықтап қалды. Еркіннің жалғыз інісі Ерлан бауырларын өз қамқорына алатын болды. Әкесіз, анасыз қара түнекке айналған таңын да атырды балалары. Өздері бала болса да Аруды ойлайды. Міне арада 2 апта уақыт өтті. Балалар үшін 2 жылға татыды-ау, кім білсін. Ару сұрағанда жыламай жауап беруге тырысып жүр. Ондағылары бауырларын қинағысы келмеді. Бәлкім, папамыз бен мамамыз аспанға ұшып кетті. Бізді сол жерден көріп, бізге қарап жүреді деп түсіндіріп жатыр. Байғұс бала содан бері аспанға қарап жылайды. Тура бір менің жылағанымды көрсе келеді дегендей. Аға, сонда папам мен мамамда қанат бар ғой, аспанға сумен ұшты ма деп сұрады. Иә, күнім деп өксігі ішке тығылып Дәурен жауап берді. Ерлан мен оның келіншегі Айнұр ағаларының үйінде 40 күндік асын бергенше отырды. Кейін балаларды алып өз үйлеріне кетті. Дәурен биыл мектепті аяқтайды. Жоғарғы оқуға түсерін, не болмаса түспесін білмейді. Мен кетсем, бауырларым не болады дейді. Солардың болашағы үшін оқуым керек деп шешті. Ару Айнұр жеңгесіне бауыр басып кетті. Оның үстіне Айнұр ешқашан балаларды түртпектеген емес. Алла мұнысына разы болсын. Ерлан екеуінің 2 ұлдары бар. Бірі 7-де, екіншісі 4-те. Ерлан вахталық жұмыста істейді. Айнұр болса мектепте бастауыш пәнінің мұғалімі. Арада сырғып жылда өтті. Дәурен өзі қалаған дәрігер мамандығына грантқа оқуға түсті. Күн-түн демей оқып, бауырларым деп солар үшін оқуға өзін міндеттеді. Ананың сүйген жері отқа күймейді, оқ та тимейді демекші.
Аға-жеңгелері қанша жақсы қараса да туған ата-анасындай болмайтынын жақсы түсінеді балапандар. Арада жылда өтті. Айнұр балаларды ертіп алып, апта сайын үйлерінің есігін ашып, құран бағыштап, иіс шығарып қайтады. Үйге қарап, бұл үйде адам тұрмайды деп айта алмайсың. Үй іші, сыртын, ауласын бәрін тазалап жинап қойған. Есік алдына жайқалтып гүлдер егіп тастаған. Өз үйлеріне келсе балалар қуанып мәз-мейрам болады. Мәлік жігіт емес пе, бәрін ішіне сақтайды. Көңілінің бір тоғы жеңгесінің жақсы қарағаны. Гүлсім әке-анасының жоқтығына әлі сене алмай жүр. Мектебінде анам үйтті, мамам, папам, мамам деген сыныптастарының дауысын естісе өзін әзер ұстайды. Ондайда жылап қалады. Ерлан мен Айнұр ешкімнен кем қылмай қарауда. Шамалары жеткенше мейірімдерін төгіп, сырласып әңгімелесуге ұмтылады. Ара-тұра нағашылары да келіп, көңілдерін аулап, қуантып кетіп тұрады. Мәлік сабағынан әлдеқашан кеп қойған. Аруды Айнұр бақшадан алып келді, бірақ Гүлсім әлі келмеді. Уайымға салынған Айнұр достары дегенге қоңырау шалып іздестірді, бірақ ешкімнің үйінде жоқ. Зәре құтысы қалмаған Айнұр қорқа бастады. Өз үйлеріне барды, мүмкін сонда болар деп. Жоқ, мұнда да жоқ. Қызым-ай, қайда кеттің деп аласұра іздеді. Көршілері бәрі іздесті. Бейіт басына барып көрейік те, басқа жердің бәрін көрдік қой, деді Мәлік. Дұрыс айтасың, сонда барайық деп көршісінің машинасымен барды. Барса, Мәліктің айтқаны айдай келді. Байғұс қызым-ай, кеш батып, қараңғы қоюланса да, қалай қорықпай келген мұнда. Жаның қиналды-ау әбден. Ару үйде қалған. Көрші әпкелері қарап қалды. Сұп-суық мазардың ішінде өлі тыныштық. Денеңді алатын мұздай қорқыныш. Гүлсімнің тек қана егіле жылаған дауысы шығады. Сағындым сіздерді, папа, мама. Аңсадым, мама, мейіріміңді. Папамның еркелеткенін. Неге бұлай болды? Бәрінің әкелері мен аналары жандарында. Неге тек екеуің кеттіңдер, бізді тастап деп өксіп жылағанда шыдап тұру мүмкін емес. Аруым көп жыламайды, сіздерді бірақ сұрайды. Қанаттары бар папам мен мамамның деп айтып жүреді. Сезеді ғой ол да. Көзін аспаннан алмай қарайды. Өксіп жылағаннан дауысы да қарылығып қалыпты. Ағам мен жеңгем жақсы қарайды. Бәрібірде сіздерді сағынамын дегенде артқы жақта тұрған жеңешесі де қоса аңырап жылады. Қыз шерін тарқатып алсын деп бәрі артта қарап тұрды. Осы сәтте Мәлік қарындасының жанына барып құшақтап, көз жасын сүртіп жұбатты. Үйге келіп Айнұр Гүлсімге ыстық шайын беріп жұбатып қасына алып ұйықтады. Ертесі ағалары Ерлан жұмыстан келді. Барлық жайтты естіді. Қой Айнұр, мұнымыз жарамас. Молда әкеп Құран сүрелерін оқытып дем салдырып жіберейін. Қорқып та қалған болар, деді. Жолдасының айтқанын Айнұр да құптай кетті. Қаршадай қыз ғой, қорқып та қалған шығар. Оның үстіне қазір өтпелі кезеңде оған оңай емес. Ару жұмыс күндері бақшада, демалыс күндері үйде. Айнұрдың жақсы жан болғанынан болар, Ару көп мазасызданбайды. Дәурен қоңырау шалып күнде бауырларын іздеп тұрады. Шүкір, қазір Гүлсім де өз-өзіне келіп, болған жағдайларға көндігіп, еті үйренді. Дәурен болса оқуын жақсы оқып, бос уақытына ыңғайлап жұмыс жасап жүрді. Жігіт болып ойына қыз қырқын деген мүлдем кіріп шықпапты. Қырсық бір айналдырғанда шыр айналдырады емес пе? Айнұрдың соңғы күндері жүрегінің ауруы мазалап жүр. Жүрек тұсы жиі шаншып, қолдары ұйып, беймаза күй кешіп жүр. Бастапқыда маған не болар дейсің деп мән бермеуге тырысып еді. Болмады ғой. Құдай оңдап, Ерлан үйде еді сол күні. Түн, Айнұр ауа жетпей қысылып, есінен танып жүрек тұсын ұстаған күйі сылқ түсіп жата қалды. Қиналыс демінен Ерлан атып тұрды. Айнұрды көріп шоққа түсіп қалды. Жансыз жатқан денесін көріп өліп қалды деп ойлады. Айнұр деп айғайлағанын білмей қалды. Көлігіне салып ауруханаға алып келді. Сөйтсе инсульт алып қойыпты. Мүгедек болып қалды бірдемде. Бәрін біліп жатыр. Тек сөйлейде қозғала да алмай қалды. Жап-жас келіншек қой, әйтпесе. Құрсағынан шыққан 2 баласы, бауырына басқан 4 баласы бар. Олардың күйі не болар екен?
Айнұрдың өзіне ерекше күтім керек. Енді қайтпек? Ауыр ойлардан ерланның басы жарылардай болып отыр ғой. Әрі осы уақытқа дейін сөзге келмеген. Ерланның әр ісіне қолдау білдіріп, бетіне қарсы шықпайтын, ақылымен бұны тәнті етіп жүретін асыл жарының мына күйі оған қатты соққы болды. Әуелі жалғыз бауыры мен жеңгесі кетті, соңынан мына жағдай. Енді осы сынақтарға ерлан сынбаса екен. Құрметті оқырман, әңгіме ұнап жатса, арнама жазылып лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Әңгіменің соңын келесі күні жалғастырамын.